Қазақстан қиын-қилы заманда туған жерінен қуылған, отанынан айырылған, миллиондарға пана болған қасиетті мекен. Қазақтың мейірімі арқасында аман қалған жүздеген диаспора бүгінде өсіп-өніп, бейбіт елдің игілігіне қызмет етуде. Түрі мен тілі басқа, бірақ тілегі бір. Отандастар. Давайте быстрее! Еще быстрее! Грузимся! 1941 жылдың күзі Совет билігі Еділ бойындағы немістерді бір күнде қопара көтеріп, қазақтың даласына төгіп-төгіп тастай салды. Бар себеп жау әскеріне жақтасып кетуі кәдік деген үрей күдік. Еділбой ауданында тұрып жатқан неміс халқының арасында Германия үшін жұмыс істейтін мыңдаған диверсанттар мен тыңшылар бар. Олар осы аумақта төңкеріс жасауы мүмкін. Бұл құжат сол себепті қабылданып отыр. Михаил Калинин, КСРО жоғарғы кеңесі президиумының төрағасы. 1941 жыл 28 тамыз. Кәрі тарихты парақтап отырсаң, қандай да бір жұрттың белгілі бір тобын, кейде жартысын туған мекенінен қуғындап, көшіріп жіберу секілді трагедиялық оқиғалары ұшырасып қалады. Бірақ адамзат еш уақытта Совет үкіметі ұйымдастырғандай депортациялардың зұлматын көрген емес. Тұтас бір ұлттарды, халықтарды түп тамырымен қопарып алғаны сонша, әлгі жерде, әлгі ұлттың бірде-бір өкілі адамы қалмастай қуғынға түседі. Елестете аласыз ба? 1920-1954 жылдары Совет билігі 52 рет депортация жасап, 6 миллион азаматты туған жерінен қуып жіберді. Коммунистік режимнің құйтырқылығы сол. Депортация жасағалы отырған ұлтқа күзге жиын терім біткенше тиіспейді. Соңғы дәнді қамбаға тапсырып болған бетте сүргінге сала қояды. Депортация дейтін зұлматтың қанды шеңгеліне алғаш болып іліккендердің бірі неміс жұрты. Еділ бойынан мал таситын жүк вагондарына апыр-топыр тиеді де Сібірге, Қазақстанға айдап жіберді. Қаншама күн, нешеме түн жүк көлікпен жүргені белгісіз, әйтеуір ауыл шетіне ілікті. Жендеттер қызы мен ұлын жетектеген неміс келіншекті көшеге тастады да жүре берді. Үкімет бұл жұртты тұтас емес, шашырата тастады әр ауылға. Алаң күйде тұрған бұл үшеуге мейірімді қазақ ақсақал кеп үйге шақырды. Бір бөлмесін бөліп берді. Соғыс уағы. Бірақ қазақтар бұл келген немістерді жаумен бір ұлтсың деп айыптамады. Өшікпеді, өштеспеді. Жай ғана мейірім танытты. Қазақстандағы неміс тарихы осылай басталды. Біздің даланың ең бір әдемі аңы ақбөкен ғой, киік. Бөтенсімейді ғой, өзге киіктің баласын бөтенсімейді. Бауырына салып алып жүре береді. Осындай бір қасиетіміз бар. Өзіміздің табиғи, этникалық, сол тарихи түрде қалыптасқан. Осы үш себепке байланысты неміс халқы Қазақстанға сол ауыр жылдары қоныс аударған аман қалды, және әлі күнге дейін сонысын ұмытпай айтып отыратын үлкен қариялары бар. Ich liebe dich, mein Lieber. Gute Nacht. Еділ бойынан қуғындалар сәтте неміс келіншек керек болады деген заттарды шабаданға салған еді. Сонысын ауылда азық түлікке айырбастап жүрген. Бүгін шабаданы босап қалғанын көрді. Шырағым,
Не болды? Амангүл апа. Түгім жоқ. Таусылды бәтті бірі. Енді аштан өлеміз. Ел ішінде отырып, қайдағы аштан өлген? Ел бар. Біз бармыз. Жылама, аштан өлмейсіңдер. Бәрі жақсы болады. Батыс әлемінің өкілі неміс келіншек алғаш рет еш риясыз, еш қайтарым күтпей көмектесетін қауымды көрді. Бұл мүлден басқа әлем. Бұл қазақ әлемі еді. Бір айналдырғанды шыр айналдырады. Қуғындалып келген немістер етек жеңін жинап, жаңа мекенде енді ел қатарына қосыла бергенде. 1942 жылы жер аударылғандарды еңбек армиясына тарту деген жарлық шықты. Ол бұйрық бойынша 15 пен 55 жас аралығындағы ер азаматтар, 16 мен 45 жас арасындағы әйелдер, жалпы саны 120 мың неміс азаматы ауыр еңбекке жұмылдырылды. Сізге аманат. Сібірге ағаш кесуге, зауытқа, фабрикаға қара қызметке алынды. Көптің ішінде Мария да кетті. Мама! Көлік соңынан құлай сүріне жүгірген балақайды көрші Ахмет Ақсақал құшақтай бауырына қысты. Қара шаңыраққа қайта кел. Бөтен сүмек. Өз білгенін балаға үйрете берді. Ахмет Ақсақалдың үйелмелі-сүйелмелі 7 ұлы болған. 32-дегі аштық 6-ын алып кетті. Жалғыз тұяқ боздағы соғыста шейіт болды. Қос қария, міне, немістің жетімін жандарына жалау етті. Зигфрид, ата-әжесі оны Зекенде беркелетеді. Алғыр бала бол өсті. Тарихты сүйді. Өткен атасы оқыған кісі. Айтар көп, көкірегі шежіре, хикаяның қазынасы. Зигфрид атасына сұрақ қойып, тыпыр етпей тыңдағанды ұнатады. Әсіресе өзіне қатыстыны естуге құмар. Ата бола ма? Болады. Мен кім мен? Сен неміссің. Бұл орыстардың қойған аты. Немістер өздерін төш дейді. Ресей мемлекетін өркениетті елге айландыру үшін, жұртын мәдениетке сүйреу үшін арнайы Германнан аталарыңды алдырған. Ал қазақтар қалай айтқан? Қазақтар ма? Алман дейміз. Біле білсең, немістер мен қазақтың аталары көрші тұрғанбыз. Біз сонда туысқанбыз ба? Әрине біз туысқанбыз. Ғұндардың заманында, Аттиланың дәуірінде герман гот тайпалары Еуропаға қарай ойысып, мәңгі сонда тұрақтап қалады. Ал Еділдің бойында немістер қайдан жүр? Мұның қысқаша тарихы былай. Екатерина патшайым тұсында Ресей империясы қазақ пен ноғай жайлаған жайық пен Донның арасын жаулап алады. Жаңа территорияны тездетіп игеру үшін шүпірлетіп көп деревня соғу керек, бірақ адам жетпейді. Ол кезде орыс мұжығы дворян помещиктің басыбайлы меншігі. Ешкім бүкіл шаруасын шешіп, қып-қызыл пайда тауып беріп отырған мұжыққа бостандық беріп, далаға жіберуге пейіл демесе. Амал жоқ, Ресей үкіметі түрлі ұсыныстармен шығып, әсіресе немістерді, шетелдіктерді жаңа жерді игеруге шақыра бастайды. Бұл кезде Еуропа құрлығы, әсіресе неміс жерлері соғыстан көз ашпай, әрі-бер жөңкіген армиялар қарапайым неміс ауылының үстінен өтіп, үй жайын жайпап, тонап, әбден мезет етті. Ресейдің мынау жарнамасы титықтап отырған шаруаларды елетіп жіберді. Сөйтіп, Бавария, Баден, Гессен, Франкфурттан 30 мың неміс әулеті көшіп келді. Жаңа дұрыс айтып отырсың, Ресей империясы неміс факторын өте пайдаланды, ресурс есебінде пайдаланды, мамандардың ресурс есебінде. Бұлар әр салада көп болды. Әсіресе техникаға қатыстылар бар ғой, қару-жарақ, Ресей империясының қару-жарағы немістердің қолында болды. Сосын әкімшілік билік бар ғой, осы жерде онда айту керек. Мынау
қарап отырсаңыз, мына Сібірдің Ресей империясы замандағы басшылардың барлығы немістер. Дюгамель дейді, Гасфорд дейді, туылып жатқан. Орынбор басшыларының көпшілігі Игельстром, Эссен дейді, барлығы да сол немістер болды. Әкімшілік жағынан бұлар өте көп еңбек жасады. Әкімшілік басқару дегеннен шығар. Патшалық Ресей Кенесары ханның азаттық соғысын әзер еңсергесін, қазақ даласын басқарып келген Обручев, Горчаков, Перовскийлердің орнына жаппай неміс шенеуніктерді әкеледі. Мысалға, Карл фон Кауфман, Луис Балюзек, Магнус фон Таубе тағайындалады. Олар не өзгертті? Мысалға, фон Кауфман қазақ балалары үшін Алматы, Ташкенде гимназия-интернаттар ашты. Ыбырайлардың мектеп ашатын да осы кез. 1880 жылы 1 қазанда үлкен комиссия құрып, қазақтардан күштеп тартып алынған 100 000 десятинаға тарта алқапты қайтарып бергенде осы Кауфман. Шоқанның бейітін көтерген 19 ғасырдағы қазақтарды фотоға түсіргенде осы неміс әкім. Неміс губернаторлардың кезінде сонау Германиядан әйгілі ғалымдар легі келді. Соның бірі қазақтар туралы көп зерттеп, көп жазған әйгілі оқымысты Фридрих Радлов. Орхон жазу деп отырған жазуды, Енисей жазу деп отырмыз ғой. Алғашқы оқыған адамдардың бірі. Және бұл жерде тағы да бір мәселені еске алу керек. Біз жаңа герман халықтарының түбі біздің аталарымыздың түбімен бір-бірімен тамырлас дедік қой, иә? Екеуінде де руника бар. Есіңізде болсын. Герман руникасы деген бар, гот руникасы деген бар. Содан кейін түркі руникасы деген бар. Екеуінің тамыры бір, түбірі бір, алфавиттері бір-біріне ұқсайды әріптері. Сондықтан да Радловтың бұны ашатын оқитын да жөні бар. Өйткені славян руникасы, славян емес, герман руникасы, готика, гот руникасы деген бар ғой. Білдіңіз бе? Сондықтан да Радлов екеуін салыстырып отырып оқып шықты. Зигфрид атасының әсерімен тарихқа қызығып өсті. Мектепті үздік бітірді, Алматыға түспек болды, бірақ ауылдан аттап шығуға болмайтын заң бар. Бірнеше жыл қатарынан ұмтылып, бүкіл ауыл кепіл боп, ақырында армандаған оқуына да түсті. Атасының өсиеті бойынша тарихты таңдады. Міне ол енді студент. Дәрісханада отыр. Кабинетке Әлкей Марғұлан кіріп келді. Отырыңдар. Иә, қалдарың қалай? Менің сендерге бір сұрағым бар. Осы өркениеттің ең басқы белгісі сендер не деп санайсыңдар? Тас құралдар? Жоқ, мен білем, қыш құмыралар. Жоқ. Ежелгі адамдардағы өркениеттің ең басты белгісі ол ортанжілік. Неге? Қараңдар. Ортанжілігі сынған кез келген жануар аштан, шөлден өледі. Немесе жыртқыштарға жем болады. Себебі ортанжілік қайта бітуіне көп уақыт керек. Ал ежелгі адам омыртқасы сынып қайттан бітіп кетсе, демек жанында бір адам болған. Ол көмек берген. Жарасын тамған, жақсы жерге апарып орналастырған, аузына су тамызған, тамағын берген. Қысқасы, ол аяғы орнына келгенше жанында болып, оған көмектескен. Сондықтан өркениет қандай да бір қиын жағдайға түскен адамға көмектесуден басталады. Міне осылай балалар. Совет одағы ыдырап күйрегенде біздегі немістерге еркіндіктің есігі ашылды. Қайдасын Германиям деп жаппай көше бастады. Қазақ ішіне үлкен, ерекше леппен кірген бұл лекті шығарып салу да драмаға айналды. Бір-екі неміс отбасын шығарып саламыз деп әуежайларда, вокзалдарда тұтас ауылдар қоштасып жататын. Я, ол кезде заман қиын, кетушілер көп, көшуші тарап, үйінің арзанға болсын өткеніне разы еді. Бірақ бұл неміске қатысы жоқ. Неге? Өйткені көшенің басындағы Ганс ақсақал көшеде екен десе, таңға дейін ұзын сонар кезек қалыптасып қалатын. Немістің үйін сатып алам деп.
ол кезде немістің үйін сатып алу кәдімгідей жетістік еді. Ал неміс айдаған көлікті сатып алу ол мақтаныштың көкөсі еді. Неге? Өйткені зауыттан қалай шықты, сол қалпын сақтап тұрушы еді жарықты. 90 жылдары біздегі немістердің жан саны миллионнан асып жығылатын. Жыл сайын тарихи отанына оралушылардың саны арта берді. Бір жылдары 200 мың неміс әп-сәтте кеткені де болды. 1997 жылдан бастап көшу саябырсыды. Бұл қалғандары тағдырын, ғұмырын жас қазақтың мемлекетімен байлағандар еді. Мы работаем над тем, чтобы көшіп кету, көшіп келу еркін болғаны дұрыс. Адам қайда тұрғысы келеді, өз еркі ғой. Кеткісі келеме, ақ жол. Қайтқысы келеме, қош келдің деу керек. Біздікілер шетелге көшіп білімін жетілдіріп, жағдайын түзеп қайта келіп жатыр. Қазақтың немістері Германияға көшкенімен жүрегімен Қазақстанда. Олардың бір бөлігі оралып жатыр. Біз осы екі елдің арасындағы алтын көпірдің өміршеңдігіне мүдделі болуымыз керек. Они все равно душой здесь. Пусть он вот так и работает. Германиядан Қазақстанға оралған немістердің саны бүгінде 3 мыңнан астам. Оралу тарихы әрқайсының әртүрлі, бірақ баршасына ортақ дүние, олар туған мекенін сағынды. Олар бос келген жоқ. Сол батыстан, Германиядан мол біліммен, үлкен қаржымен келді. Қазақ тамырларымен бірлесіп бизнес бастағандары, ірі кәсіпорын көтергендері қаншама, соның бірі Андреас Кефер. Бұл кісіні жергілікті қазақтар немістің толағайы дейді. Өйткені шөл далаға тау көтеріп келген толағай секілді Кефер туған мекеніне Германиядан зауыт көшіріп әкелгенді. Міне біздің Андрей кейіпкер ескі құдасын күткендей күтіп тұр. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қалайсыздар? Рахмет, жақсы. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Біздің зауытқа келгендеріңізге шын қуанып тұрмыз. Қонақ келсе, құт келеді. Зауыттың басты ерекшелігі неде? Қазақ экономикасына не беріп жатырсыздар? Бұл зауыт маңыздылығын сөзбен айтып жеткізу қиын. Біздер мұнай тасымалдауға таптырмас құбыр, шар, бұрандылар өндіреміз. Сондай-ақ қалаларды жылумен қамту бұйымдарын, жылыту электр станцияларына қажетті дүниелер шығарамыз. Біздің Қазақстан мұнай мен газдың қоры бойынша әлемдегі ең бай ел. Ал соны өндіру тұтынуға біздің зауыт құралдары таптырмас рөл ойнайды. Дәл біздікіндей зауыт ТМД да жоқ. Андрей мырза, осы арада мен мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Германияға барып, кейін қайта Қазақстанға оралған немістер көп қой. Не себепті оралып жатыр? Смотрите, я думаю, что... Енді қараңыз. Меніңше қайта оралғандардың дені Германияда біраз білімді игеріп, қаржылай қалыптасып, белгілі деңгейге жеткендер деп есептеймін. Олардың Қазақстанға қайту ақша табу үшін емес, анадай білім-білікпен Германияда да жақсы ақша таба алады. Көпшілігімізді туған жерге сағыныш жетелеп әкелді. Бұл елден мейірім, қолдау көргендіктен қарымтасын жасағымыз келеді. Азамат ретіндегі міндетіміз деп санады. Жастық шағымыз, ең ғажап сәттеріміз Қазақстанда өтті. Жақсы көремін. Қазақстанның бір пайдасына жарайын деген ой қанаттандырды. Көп шаруа жасады. Әлде жалғастыра беремін. Мұның бәрінің түбінде екі халықтың бір-біріне деген сыйластығы, құрметі жатыр. Қиын кезде қамқор болған үшін неміс тарапы қазақ жұртына мәңгі қарызды. Біздер рахметі бар халықпыз. Әлеуметтік желіні ашып қап, неміс деп жазсаң, Қазақстанды құттықтап жатқаны, қазақтарды сағынғаны жайлы көп бейнебаянды көреміз. Қазақтардың да немісті жақсы көретін көреміз. Мұның құпиясы неде деп ойлайсыз? Біздер бұл жерден тек қолдау ғана тапқанымыз жоқ. Қазақтың мейірімін, достығын көрді. Біздің арамызда қазақ досы, қазақ құдасы жоқ, неміс жоқ шығар. Біз бауыр болып кеттік. Бұл үрдісті балаларымыз жалғастырады деп сенемін. Тамаша екен, аға. Істеріңізге сәттілік. Осымен сұхбат аяқталды. Рахмет, сау болыңыз. Түсінбедім. Мен ренжісіңіз кеп тұр ма? Қазақ емеспіз бе? Шай бермей қалай жіберемін? Жүріңіз. Дастархан жайық қойдық. Болмайды деген сөз болмайды. Не принимаю никаких отказов. Қайтпаймыз онда. Жақсы? Жақсы. Рахмет. Сұхбат аяқталды, бірақ шайға шақырып жатыр. Қазақ емеспіз бе? Руф, Тауберт, Кефер, бұлар Германиядан оралған немістер. Ал Германияда қалып қойғандар бәрібір қазақша өмір сүріп жатыр.
Ганновер, Берлинде жүріп қазақты бірде Наурызбен, бірде тәуелсіздік күнімен құттықтап, қазақтың туын желбіретіп, тойлап та жатады. Осы біздің ана өнер коллективтері Германияға барып концерт қойып жүреді, сонда бір неміс апайлар сол концерттерге барады екен. Сосын ана біздің ана қыздар бар ғой, домбырашы, күйші, әнші қыздарымыз. Өзің жақсы қыз екенсің, менің ұлым әлі үйленбей жүр деп тура қазақша қызық деп айналдырады екен. Осындай әңгімелерді естіп жүрмін, қызық еді. Немістер қазақ әлеміне, қазақтың мәнсап тарихына үлкен леппен кірген ерекшелік, тәртібі тастай, еңбекқор, өте ұқыпты халықтың өкілдері мемлекеттік қызметте тез көзге түсіп, елдегі жоғарғы лауазымдарды иеленіп те жатыр. Такой клуб. Мен неміс кәсіпкерлерінің бизнес клубын құрған. Ол клубтың мүшелігінде жас жігіттер көп. Балалық шағы қазақ ішінде өткен. 90 жылдары отбасымен Германияға көшіп, ер жеткенде Қазақстанға үлкен инвестициямен кіріп отыр. Олар Қазақстанда игерілмеген сала көптігін, небір кәсіптің түрін ашып тастауға боларын, тек қана жұмыс істеу керектігін айтып отыр. Неміс халқы екі ұлын қазаққа сыйлап, мойнындағы қарымтасын қайтарған жұрт. Әуелгісі археолог Зайберт, сосын жазушы Бельгер. Біз қазақтың тілі бай деп жалаң мақтанамыз, ал Герағаң соны фактімен дәлелдеген ғалым. Қазақтың бүкіл сөзін санап шығып, 5 миллион деген дерек айтқаны бар. Пути Абая Мұхтар Әуезов, ученый. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романында ғалымдардың есептеуі бойынша 16983 сөз бар. Бір ғана романдағы сөздік қор. Маяковский, Пушкин һәм басқа да ұлы жазушы ақындарды қосқанда, олардың сөздік қоры 15 мыңның аржақ бер жағы болады. Ал қазақтың бір романында 16983 сөз. Ал Нақтанбай көп, Нақтанатын шешері о. Оның бәрін білу керек қой. Қазақ тілінің құдіретін тереңінен зерттеп, көнерген небір әдемі сөздерді қайта қолданысқа енгізіп жүрген немістің тағы бір ғалымы бар. Есім сойы Владимир Шнайдер. Бұл кісі қазақтың әрбір сөзінің этимологиясын жазып, тарихын зерттеп жүрген елдегі бірден бір филолог. Профессор Шнайдердің дәрісі болады десе, сабағынан сұранып келетін басқа университет студенттері де көп. Осыдан-ақ лекция қаншалықты қызық, қаншалықты шытырман өтерін елестете беріңіз. Шнайдер мырзаның дәрісіне қатысу уақыты бізге де бұйырды. Күнделікті өзіміз үйренген, іш пысыратын дәріс кейпінде өтіп жатқан жоқ. Өзара пікір алмасу, кейбір жерінде пікір таластар болып жатыр. Қазір мен де қатысам, менің өзіме санама сыймай тұрған нәрсе Л, Р дыбысынан басталатын қазақта төл сөз жоқ. Фонетика деп айталасыз, Қытайдың қазағы фонетика. Мырзам, сұрақ бола ма? Қойыңыз, сіз жаңа айтып жатырсыз ғой, Г дыбысынан басталатын қазақта төл сөздер жоқ деп. Р әрпінен басталатын жоқ, Л әрпінен басталатын жоқ деп. Лақ, лашын дегенше, гүл дегенше. Әдетте Л дыбысына басталатын сөздердің өзіне назар аударсаңыздар, көркем шығармалардың өзінде ара-тұра алдында дауысты дыбыс қосылып кетеді. Ол ненің белгісі? Дауысты дыбысты қосылуы. Қазақтың сөйлеу мәнерінде сөз басында лыны бұрын айта алмау қабілетіне байланысты. Анық факт, тыпыр еткізбес дәлелдерге құрылған жауаптарды бірінен соң бірін төпелеткенде бас изеп мойындай беруге ғана шама келді. Рухың рахаттанатын дәріс болды енді. Көп рахмет, біраз дүние ұнады, бір сұрайтын дүниелеріміз бар, сұхбат алсақ жеке. Жақсы, мен дайынмын. Бүгінгі заманда 21 ғасырда бір өзекті сұрақтардың бірі деп ойлаймын мен. Себебі сөз байлығы, сөз сыры, көнеден келе жатқан сөздердің қолданысы бүгінгі таңда өкінішке орай ұмытылып бара жатқан тәрізді. Өйткені көптеген қазір жастарымыздың, орта буын адамдардың, жай ғана жастар емес, орта буын адамдардың да көптеген қазіргі көркем шығармаларда кездесетін
жаңа мағынасы күңгірттенген сөздердің мағынасын түсінбеуі ол әрине алаңдатады. Ал алаңдататын себебінің бірі ол болашақта мүлдем қолданыстан шығып қалуы мүмкін. Ал оның қолданыстан шығып қалуы ол қазақ тілінің кезінде 19 ғасырдың өзінде Европа ғалымдары жаппай бір ауыздан айтқан ең таза түркі тілдерінің ішіндегі бай тілдердің бірі деген жаңағы мәртебесінен де айырылып қалуына әкеліп соғуы мүмкін. Әрбір сөздің өзінің тарихы бар, әрбір сөздің бір тарихи оқиғамен байланысы бар. Сондықтан біз бүгін сөзді ұмытсақ, ертең тарихымызды да ұмытып қалуымыз мүмкін. Сондықтан ең маңызды мәселе деп есептеймін. Қазақ пен неміс жарты ғасырдай бірге тұрды. Сонау айдалып келгеннен бастап, енді екі жұрт бір-бірінен не үйренді, не сіңірді. Қазақ немістен нені алды, неміске қазақ не бере алды. Өзім туып өскен ауыл, мысалы қазақ ауыл дедім. Бізде негізі өзі екі-ақ неміс отбасы болдық. Бірақ қараңызшы, қазақтың бүкіл салт дәстүрін бала кезімізден бойымызға сіңірдік. Қазақтың кез келген мейрамы, оның ішінде ұлттық мейрамдар тойланатын болса, біз соның арасында жүретінбіз. Мысалы, одан алған, бала кезімнен алған жақсы бір қасиеттердің бірі, мен мысалы, мынау айттың кезінде, құрбан айттың кезінде шаңырағымды құран бақшылатам арбақтарға деп. Біздің де неміс халқының, оның үстіне менің әжем анандай нақты діни адам болған, католик. Үйде бір діни шаралар өтеді, ұлттық шаралар өтеді, мысалы. Сонда үйге қазақтар келіп құттықтап кетеді. Ауылда кей кезде көршілерде қалыңдайтын, таңғы сағат 3-тің кезінде далаға шықсақ, әкемді айтатын көрші. Таңғы 3-те далаға шықсақ, әкем далада жүретін. Ауланы сыпырып, үйдің маңайын жинап, соған қарап біз де сөйтеміз. Өйткені көрші тұрғаннан кейін деп. Екіншіден, енді білмеймін, қонақжайлық негізі неміс халқында, біздің қазақстандық неміс халқында бар қонақжайлық. Европадағы неміс халқымен салыстырғанда. Бірақ ол қонақжайлық негізі қазақтан келді. Бұл кісімен қазақтың тілі жайлы, әр сөздің шығу тарихы турасында сағаттап сұхбаттасуға болады. Әр айтқаны тың дерек. Бірақ бөлек бағдарлама керек ол үшін. Сондықтан әңгімесін үзуге мәжбүрмін. Ал аға, сұхбатыңызға мың рахмет. Соңғы бір өзара сұрақ болсын. Қазақ тілі сіздің мамандық тілі ме, әлде отбасының да тілі ме? Бұл мәселеге былай істейік сізбен. Сіздер біздің үйге келіңіздер. Сол үйде толығымен бұл сұрағыңызға жауап беремін. Болды, келістік, жақсы. Ағамыз арқа-жарқа күтіп алды, үй ішімен таныстырып жатыр. Кәдімгі қазақи әулет. Төрге алып жүрді. Сөреге жиған самсаған көп кітаптарын көрсетті. Міне, шай да даяр болды. Бұмыздың соңы былай аяқталып етті. Қазақ тілі сіздің мамандықтың тілі ма, әлде отбасының тілі ма деп? Енді отбасы тілі дегенде егер біз дұрыс түсіне алсақ. Бұл отбасы тілі дегенде, мысалы, отбасындағы тәрбиенің тілі, отбасындағы қатынастың тілі ретінде қабылдауға болады. Бірақ біздің негізгі түпкі өз басым арманы, мысалы, Қазақстанның жағдайында қазақтың тілі тек қана отбасының тілі емес, негізгі түпкі мақсат, түпкі нәтиже ол біздің қоғамымыздың тілі болу керек. Жаңа байқап қалдым, папа деп емес, әке деп жүр. Иә. Таң қалдым, ол қалай? Кішкентайынан солай үйреткенсіздер? Үйреткен жоқпыз. Балалар өздері кішкентай кезінен, кей кезде қалжыңдап өзімізді айтамыз, кішкентай кезінде өзінен өзі әкетай, анасына анатай деп сөйлейтін болған. Сосын уақытша болған құбылыс шығар деп ойладық, жоқ міне, осы күнге дейін балалар бізге сіз деп сөйлейді біріншіден, екіншіден маған әкетай, анасына анатай деп сөйлейді. Бұл біздің отбасының бір дәстүр сияқты болып кетті. Қазақи. Мен жолдастарым айтады, біз Владимирді өз арамызда бәке дейміз, қыздары әке дейді деп. Бәкең енді студенттік кезде Володя деп айттық, бірақ кейін келе мына қазақ тіліне деген, түркі тіліне деген, соның ішінде тіл тарихына деген, қазақтың тарихына деген бір ізденісі
жай ғана ізденіс емес, соны әспеттеп, соны құрметтеп, соны көрсетейінші. Мына сөздің мағынасын ашып берейін. Жаңағы отбасында осындай дастархан басында отырған кезде міне қызым куә, күнде бір тарих жөнінде әңгімелесеміз. Сондықтан да мен өзіме іштей қатал өзіме айттым. Володя деген ат доғар, өйткені құрметке лайық адам. Сен бәке деп бастасаң, ары қарай елді бұны бәке деп алып кететін шығар. Көңіліңізге, жүрегіңізге орныққаны Володя емес, бәке болып тұр ғой қазір. Енді құлақ үйренді ғой. Негізі жаңа сөздің ары қарай жалғасын етсек, шын мәнінде мынау шай үстінде бос әңгіме айту деген болмайды бізде. Шай үстінде, мысалы, мен өзі бір бала кезімнен тарихты қатты ұнатып өскенмін. Әкем сол туып өскен жердің тарихын жақсы білетін адам болған. Топономикалық атаулардың жергілікті неге олай аталатынын, және оны атау қай жылдан бастап берілгеніне дейін білетін ол кісі. Біз сұрайтынбыз, неге мына жер бұлай аталады? Сонда тарихын айтып береді. Мен де сол тарихты туғалы әлгі бала кезімде жақсы көріп мектепте жақсы оқығаным бар, дастархан басында тарихты айтып, қазақтың тарихын. Шнайдер неміс тілінен аударғанда тоқмашы, суреттер, сәулеткер деген мағынаға келеді. Қанына тартпай қоймайды деген рас екен. Елдана Шнайдер сәулетші мамандығын таңдапты. Арман мұраты керемет енді. Кім білет, қазақи архитектураның негізін салушы тұлғаға да айналар болашақта. Өзімнің нақты бір арманым бар. Өзімнің жүрегімде жанымда ұстап жүрген бір арманым бар. Осы қазақ салтына, қазақ өнеріне жақын едіп, ғимараттарды саламын деген, бірақ негізінде нақтылап айтқым келмейді. Ол жоспарды Құдай қаласа осы мамандықтың иегері болып, болашақта танымал болғанда соны орындаймын деп үміттенемін. Әлден ескездер бар ғой бірақ. Сызып жүрген. Бар, әрине бар. Қазақстанның мемлекет ретінде қалыптасуына, экономикасының көтерілуіне, ғылымының өркендеп, мәдениетінің дамуына неміс диаспорасы өлшеусіз үлес қосып келеді. Қиын сәттерде ел шаруасына белсене кірісіп, қалың бұқараның ілтипатына ие болған әкім, министр неміс арасынан көп шықты. Және басқа елдерге қарағанда алман жұрттың бар жағдайын қазақ елі жасап отыр. Мысалға, біз келген неміс театрын алайық. Күллі тымыды немістерінің маңдайына біткен жалғыз театр осы. 40 жылдық тарихы бар. 90 жылдары бүкіл актері жаппай Германияға көшіп кетіп, ұжымсыз қалғанда жайы бар. Бүгінде қайта түлеп, әлемдегі беделді өнер ордасына айналды. Репертуары жаһандық тақырыптардан бөлек қазақ пен немістің достығын да жиі көтереді. Міне біз дайындық үстіне түсіп, біз режиссерді де таба қойдық. Наташа ханым, сәлем бердік. Амансыз ба? Ең бірінші, не жайында қойылым? Қандай қойылымға дайындық жүріп жатыр? Ну, вы как раз сейчас попали сюда к нам в немецкий театр. Сонымен, қазір өте маңызды оқиғаға дайындық үстіндеміз. Бұл қойылымды музыкалық документалды спектакль деуге болады. Еділ немістерінің Қазақстанға келу тарихын бір кейіпкер арқылы, Герольд Бельгердің әкесі мен Бельгердің өзі арқылы көрсетеміз. Қазақтар қуғында алып келген немістерге көрсеткен мейірімі, екі халықтың бауырмашылдығын көрсетеміз. Жетекшіміз ширақ екен. Біздерде мынадай бар деп театрды таныстырып жүр. Соңынан жүгіре жүріп сұхбат құрған болды. Қазір неміс жұрты Қазақстанда 200 мыңның шамасында. Аса көп емес. Актерларды қалай таңдап, қалай табасыздар? Ну, да, нас осталось не так много здесь, но не так мало. Иә, біздің санымыз аз, бірақ мәдениетімізден айырылып қалардай тым азды емеспіз. Біз театрымызға актерлерді Жүргенов университетінде өзіміз оқытып, өзіміз даярлаймыз. Сосын біздің неміс театрында тек қана неміс ұлтының актерлері ойнап жүрген жоқ. Біздің ұжымда неміс, қазақ, орыс, поляк, қысқасы барлық ұлттың өкілі бар. Баршамызды біріктіретіні неміс драматургиясы, неміс әдебиеті дейтұғын әлем. Айтпақшы,
неміс театрында ән жырға актерларды үйрететін маман қазақ ағамыз Ғалымжан деген кісі. Мені мұнда отыр, барайық. Кәсіпқой әнші мен қарапайым актерді қайсысы қиын, қайсысы қызық, былай ән айтуға, жыр айтуға үйрету? Аналар маман ретінде айтады ғой. Олар тек қана демге тіреп, сосын дауыспен осылай бәрін көрсетіп, мен дауысым міне қалай қойылған. Аналардікі жоқ қой, олар жүрекпен айтады, аналар. Жүрекпен айтады, сосын эмоция жақсы түсінетті береді, сонымен қызықты жұмыс істеуге, актерлармен. Соны ұнатамын мен. Ағай, жаңа айтып отырсыз ғой, кәсіпқой емес әншіні, дауысы жоқ адамдарды ән айтуға үйретіп жатырмын деп, қолымнан келеді, өзімнің құпиям бар деп. Менің де дауысым жоқ. Үйретіңізші, бір әнді айтып көрейін. Менде бірақ эмоция бар, аға. Иә, түсіндім. Бірақ қазір бір-екі жаттығу былай тексеріп көрейін. Сосын әр жақтан уже шын тұруға болады да негізінде. Ал кеттік. Қабілетіңіз бар болса, мысалы, егер жақсы болып жатсам, ойнатасыз ғой мен. Сахнада. Жел үстінде жарғайды білесіз бе? Желесіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен көрілдеп. Дауысым жетпей қалып жатыр. Иә, түсіндім. Ол демге байланысты ғой. Негізде дауыстың мынау диапазонды көтеремін десеңіздер, оны жаттығумен шығып тұру керек. Ғалеке, неміс театрында жүргеніңізге қанша жыл болды? 10 жылдан асып кеткен шығар. Бұлай нақты санамадым. Отдел кадры. Бәсе аға, ұзақ жыл жүргеніңізді мына кекілді шайқауыңыздан көрсетіп тұрсыз. Немістер сияқты. Жақсы сәттілік. Наташа ханым өзінің жұмыс кабинетіне бет алды. Режиссердің жұмыс бұрышы дегенде көк тұман, тау-тау қағаздарды елестеткен біз. Охо, шығармашылық адамның жұмыс кабинеті дегенде шашылып жатқан дүниені көреміз ғой. Мұнда қараңызшы, қыздың жиған жүгінде жіп жинақ. Немістің кабинеті екені көрінеді. Присаживайтесь. Наташа ханым, менің сұрағым, репертуарларыңызда қазақ қойылымдары бар ма? Неміс көрерменін қазақтың бір ішкі руханиятымен таныстыру жүріп жатыр ма? Конечно. Причем, на мой взгляд... Әлбетте, біздің театр Мұхтар Әуезовтің ең бір сұлу шығармасы «Қарагөз» пьесасын неміс тіліне аудардық. Осы қойылыммен Германияны, бүкіл Еуропаны шарлап, қазақ руханиятын неміс әлеміне таныстырдық. Ал мынау Әнес Бағдаттың «Рух» шығармасы. Бұл дәріс спектакль деуге болады. Қазақтың тарихын жеңіл, өнер тілінде суреттеген дүние болып шықты. Мектеп оқушыларына өте керек дүние. Тарихты эмоциямен, ғажап суреттермен айшықтаған әдемі спектакль болды. Наташа ханым, алтын уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет. Көп дүниені түсіндік, таныдық. Сау болыңыз. Спасибо. Мейрамыңызбен. Да, и вас с праздником всех. Приходите. Пока. Біз кейіпкер еткен Зигфрид қазақ немістерінің бүкіл тарихын бастан кешкен кейіпкер. Көз ашқалы қиындық көрді, жетімдік дәмін сезді, бірақ ертегі соңы мақсат мұратына жетіпті деп тәмамдалушы еді ғой. Дәл солай, Алман атамыз Алматыда шат-шадыман ғұмыр кешіп жатыр. Шөбересін ертіп, қазақ елі туралы, қазақ жұрты жайлы күн ұзақ сұхбат құра. Елімізде қазір 200 мыңдай неміс бар. Олар қазақтың немістері. Мағауинша айтсақ, өзіміздің сары қазақтар.